Сәлем достар, бүгін сіздермен электронды темекінің зияны туралы ақпаратпен бөлісемін. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Электронды темекі адамға зиян ба? Қарапайым шылымның қыздырылатын табак вейптардың қайсысы адам ағзасына көп зиян тигізеді? Темекі түтінінде 30-дан астам улы заттар бар. Никотин, көмірқышқыл газы, көміртек тотығы, көгеретін қышқыл, аммиак, шайырлы заттар, органикалық қышқылдар және басқалары. Сол себепті сіз темекінің қай түрін пайдалансаңыз да олардың негізгі компоненті тәуелділік тудыратын күшті психа белсенді сипатқа ие никотин. Мен никотиннің зиянына тоқталмай-ақ қояйын, себебі оның адам ағзасына қаншалықты зияны барын жазып та айтып та жүр. Қазіргі кезде жоғары ұсыныста жүрген ол электронды темекі жастар арасында көп таралған. Олар өз араларында вейп, фломастер деп атап жүреді. Естігендеріңіз бар шығар. Негізі осы электронды вейп темекілердің құрамында никотин аз деп айтып жатады. Сонымен келісесіздер ме? Вейп өнімдері табак фильтрін ерту үшін аэрозолдың бөлінетін температура жеткілікті болса да, күйік құрамында улы заттар бар. Сондай-ақ резина өндіруге арналған токсинді формальдегидтің циангидрины бар. Бұл қосылыстар адам ағзасына түскеннен кейін бауырда жиналады. Ол стиктердің қош иістер шылымында шеккеннің ғана емес, жандағы адамдардың да ағзасына аллергия тудырады. Әрине, оның зиян екенін біліп тұрып, рахаттан бас тарту қиын. Ақпаратпен бөліскен Адам Анттағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.